Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен каналымда подписацияны басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп аламыз. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 7-ші сынып, денсаулық зор байлық, яғни 16-шы сабақ, ең басты байлық. Оқылым. Бірінші, ертегіні рөлге бөліп оқып, қойылым көрсетіңдер. Балалар, бірінші жаттығуда ертегі берілген. Оны айтатын болсақ, ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, яғни сол уақыттарда бір уайымсыз жалқау болыпты. Сол жалқаулардың бірі: "О, жаратқан ем, жарық дүниеге әкелгеннен кейін бай қылып жаратпадың ба? Жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретін едім. Қазір ішсем не тамаққа жетпейді, кисем не киімге жетпейді, жүрген түрім мынау" деп уайымдап қайғырып отырады. Бұны естіген бір ақсақал: "Қарағым, сен неменеге қайғырып отырсың? Байлықтың барлығы өзіңде тұрған жоқ па?" дейді. Ақсақалдың сөзін өзі мақтаған, мазақтады деп түсінген жігіт: "Сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз?" деп ашуланады. Сонда ақсақал: "Екі көзіңді маған сатшы, қалағаныңша алтын мен күміс берейін" дейді. Жігіт ашуланып кетеді. "Екі көзден айырылғаннан кейін алтын күмістің маған керегі не? Ондай байлық өзіңе" деп ашуланады. Сөйтіп 12 мүшесіне ақсақал тоқтамай одан әрі саудаласып жөнеледі. Әр мүшесін саудалай жөнеледі. Соған ашуы келген жігіт: "Ат басындай алтын берсеңіз де ешқайсысын сатпаймын. Үйтіп мүгедек болатын жайым жоқ. Үйтіп мүгедек болғанша құрсын" дейді. Сонда барып ақсақал: "Балам, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы, яғни денсаулық. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам, сау адам, оны ешқандай байлыққа да, алтынға да, күміске де айырбастап ала алмайсың" дейді саудагер. Келесі ой түрткі. Бірінші, байлық дегенді қалай түсінесіңдер? Екінші, ертегінің түйінін бір ауыз мақалмен айтыңдар. Екінші тапсырма: жазылым. Ойлан, жұптас, талқыла әдісімен оқылым материалы негізінде қорытынды пікір жазыңдар. Бірінші ой түрткіге жауап бере кетейік. Бірінші, байлық ол ешбір затқа мұқтаж болмау, яғни ештеңеден тарықпау деген сөз. Ал екінші, ертегінің түйіні ол бірінші, байлық денсаулық деген мақалмен түйіндеуге болады. Екінші тапсырманың жауабы: денсаулықтан асқан байлық жоқ. Шалқыған бай болып денсаулығың жоқ болса, ондай байлықтың керегі қанша? Денсаулығың өзі бізге берілген байлық, нығмет. Оның қадіріне жете білуіміз керек. Денсаулығымызды осы бастан бала кезден күтіп қарауымыз қажет. Егер осы бастан күтіп қарасақ, біз өскенде шымыр, ауырмайтын, денсаулығы зор бала болып өсеміз. Үшінші, сөз тіркестерінің синонимдік қатарын жазыңдар. Жаратқан ем, жарық дүние, жалғанды жалпағынан басу, ішсе тамаққа, кисе киімге жармау, ат басындай алтын, 12 мүшесі түгел адам. Енді осы сөздердің мағыналарына тоқтала кетейік. Жаратқан ем бұл өмірім, жаратушым, тәңірім, жаратушым, құдайым, алла тағалам деген сөз. Жарық дүние ол өмір, 5 күндік жалған, фәни. Жалғанды жалпағынан басу, рахаттану, кеңдікте өмір сүру. Ішсе тамаққа, кисе киімге жармау, жоқшылық көру, кедейлікпен өмір сүру деген сөз. Ат басындай алтын ол өте үлкен қымбат. 12 мүшесі түгел адам деген сөз: дені сау, денсаулығы мықты адам. Әдеби тіл нормалары. Төртінші, ертегідегі сөйлемдердің интонациясын құбылтып оқып көріңдер. Интонация өзгергенде сөйлем мағынасында қандай өзгеріс болатынын айтыңдар. Негізі оқыған кезде, интонация өзгерген кезде сөйлеушінің көңіл күйде, сол оқиғадағы эмоциясы да өзгеріске ұшырайды. Жағдаяттық тапсырма. 5. Науқас пен дәрігер арасында жағдаят ойластырып, төмендегі мақал мәтелдерді қатыстырып, сұхбат құрастырыңдар. Сұрақ және жауап бөліміндегі интонациялық ерекшелікке назар аударыңдар. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Тер шықпаған кісіден дерт шықпайды. Денсаулық зор байлық. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Әуелгі байлық денсаулық, екінші байлық он саулық, үшінші байлық ақ жаулық. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Ауруын жасырғанның жарасы асқынады. Ал енді сұхбаттайтын болсақ, дәрігер: ауруын жасырғанның жарасы асқынады демекші, ауруымды
өзімнен де өзгеден де жасырып жүріп уақытылы ем алудан қалыппын. Ол үшін алдыңғы жолы тексерісте сізге айтып едім ғой, уақытында емделіңіз деп. Әуелгі байлық денсаулық емес пе? Иә, өзім де білемін ғой. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті деп жаным ауырған соң келіп тұрмын. Жаныңа батпаса жүре беретін жаман әдет қой. Дұрыс айтасыз, енді аурудың жақсысы жоқ, деніңнің тәттісі жоқ. Ауруыңа жаныңызға батса ауруыңыз, дәрілерді жазып беремін, ертерек емді бастаңыз. Мінекей дәрілердің тізімі. Рахмет дәрігер, денсаулық зор байлық екен ғой. Үй тапсырмасы 6-шы тапсырма. Көп нүктенің орындағы сөздерді сөз жұмбаққа түсіріп, ерекшеленген қатардан шыққан сөзді басты денсаулық кепірі ретінде алып эссе жазыңдар. Яғни мына жерде көп нүктенің орнына сөзді қойып, толтырып жазамыз. Сол кезде ребустың сөз жұмбақтың шешуі табылады. Бірінші, көзің ауырса қолыңды тый. Екінші, саулық қайда, сұлулық сонда. Денсаулық зор байлық. Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Ыдыс таза болса асы дәмді. Тазалық денсаулық кепілі. Яғни көп нүктенің орындағы сөздер сөз жұмбақтың жауабы болып сөз жұмбақ шешілді. Енді бұнда негізгі сөз ол тазалық. Осы тазалық жайында эссе жазайық. Тазалық денсаулық кепілі. Бойыңды, киіміңді таза ұстау, саламатты өмір заңдылығын орындау. Мектеп киіміңді таза ұстап, сыныптың ішін таза ұстасаң, сен ең жақсы бала боласың. Сыныпты таза ұстағаның, достарыңды, ұстазыңды сыйлағаның. Сонымен қатар табиғат қоршаған ортаны да таза ұстау міндетіміз. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Олай болса, подписаться басып, менің каналыма тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.